Bet süreyim ben. Ha, mana Arap, lu tangan aku. Jangan. Lu sini. Потом алып кетем дейм а? Tavuk 1700. Аттар порганакта негизи кандай аттар аяк эт колмок экен. Легенда. Острый казыркилар келди. Koңырдың қоңыр безінде сәйгүліктер жарысы басталды. Сіздер әптеп сайлар екі айналымға 6 шақырымға салатын болады. Бапкердің баптап алып келген үміті алдарында ағып бара жатыр. Жаңа ғана қалың бұлттай болып бір шоғыр қозғалып еді. Айналымның жартысына жетпей ақ бағамызды анықтала бастаған сияқты. Алдын бастап мінекей 3 жүздей тайдың ойқастап бара жатқанын көріп тұрмыз. Қалған жүйріктер солардың шаңын бұзып келе жатыр. Қадірлі қызыққа күә болуға шақырамыз. Жолы ыңғайсыз деген жоқ ағайын. 20-ның үстінде тай келіп бәйгеге түсіп жатыр қадірлі қалайық. Ендеше олармен де таныс болып отырыңыздар. Жайлап тайларымыздың басы айналма жолдан ауысып түге даңғылға шыққанша бір-екеуінің болса да атын атап түрін істеп көрсетейін. Қадірлі ағай, мінекей жаңа айттық, мына үлкен шоғырмен алдымыздан өтіп еді. Енді жіптің бойына тізілген маржандай болып тізбектеле бастады. Алғашқы айналымда аяқтауға жақын. Қазанаттардың тұяғына Алла қуат берсін. Өзіміздің Жосалыдан Мырзағалиев Айбек бауырымыз бүгін елдің тойы ғой, ауылдың тойы ғой деп тайбұрын атты тайын басып жатыр. Жосалы бәрекелді. Шабандозы Бекжан бапкері Айбек, Балымбетов Нұрлыбек мырза Ақтөбеден арнайы жүйрік алып келген екен. Лақап аты Қарашаш. Бапкері Нұрлыбек мырза аттың үстінде Нұрасыл Төреғалиев Мүтәлі ағамыз белгілі ат бегі. Ол да бұл тайдан шет қалмапты. Аралтөбенің атынан Қарабала деген тайды қосып, үстінде Қарабаланың үстінде Алтынбек деген Қарабала. Алардақты ағайын, көзімізді жарыс жолына тігіп жіберейік. Қазір алғашқы айналым аяқталады. Ағайын, сақ болыңыздар, аттың алдынан шығып қал, обалына қал, жүрмеңіздер. Тәртіп сақшылар халықты бір деңгейге келтіріп қойсақ, жүйріктер не үшін жауып жатыр? Біреудің тіккен көлігі, біреудің тіккен ақшасы үшін емес ағайын. Ең әуелі өзінің қарына біткен жүйріктігін дәлелдеу үшін, және сіздердей ағайынның қиқылын, айқайын сағынып келе жатыр ғой. Көңілімізді көтеріп, даңқымызды биіктердегі айқайға салмаймыз ба? Ағайын, мынау аз ғой әлі, қиқылаңыздар, ессін тайлар, жұлқынсын, оссын бір-біріне. Мінекей алғашқы шоғыр өтті алдымыздан. Бастап келе жатқан 14-ші номер. Уақытта көп. Бәрекелді. 17 мен 14 қапталдасып келе жатыр. Бәрекелді. 17-ші номер Мырзағалиев Айбектің Тайбұрылы болса керек, екінші болып бара жатқан. Шығып кетсін. 14-ші номер Мүтеев Серік ағамыз. Сырым ауданы өзіміздің көзді қарадан мадам Сюзи топ тастап жатыр қадірмен қалайы. Ал жігіттер, әлі де аяқталған жоқ. Осы айналым сіздердің мүмкіндіктеріңіз болуы мүмкін. Сондықтан барды салыңыздар. Аямандар қамшыны беріңдер сауға. Ал қадірлі қалайық, әрмен қалайық таныстырсақ, 22-ші номерді Нұрдәулет әулеті Ақтөбе облысынан Қостанай жылқысын қосқан екен. Бапкер Абылай үстінде Нұрхан Дүйсенбаев Бірлес ағамыз Шойынбөкті қосып Сырым ауданына.
Әділбек шауып бара жатыр. Рафқат дайындаған жүйрік. Салабаев Бейсентай мырза бір емес екі бірдей жүйрікті қосып Шыңғырлаудың Ақсуатының атына. Бірінің аты Шырам, екіншінің аты Сарбаз. Темірболат пен Аят шауып бара жатыр ағайын. Бейсентай ағамыздың қолы құтты болсын. Ғалымжан ағамыз Қобдадан Жасмин деген жүйрікті алып келіпті. Ғалымжан ағам өзі баптаған жүйріктен Мамдыр шауып бара жатыр. Шоқанов Мейрам мырзаның Нұртөбелі Тедекті Шалқар Саян шауып бара жатыр. Саянның есімі бізге таныс, белгілі шабандоздарының бірі. Асылық ағам баптапты. 8-ші номерде Жұбанов Еркін Алмат деген шабандоз Көзаймен шауып бара жатыр. Тасқала Мери Beş kişi aldım. Бастамадыңдар сатқышы. Өгіз болмады. Ағайын мынау күрес басталып жатыр деген хабар келді. Бәйгенің қызығы біздің әлі шоңымызда қандырған жоқ. Ағайын енді мұқият болыңыздар. Енді мынау күресшілеріміз алаңда жүр ғой дегенменен мұқият қарап алыңыздар. Қазір әділетсіздік болмасын қадірмен қараймын. Мәреде өткен жүйріктің номері қалай екен көңілдеріңізге түйіп алыңыздар. Бақармен жауып бара жатыр. Істеген батырымыз. Керекті қызыл жазам. Көршілес Бөрліден Борлытаудың кезегінен Дүйсенбай Ильяс ағамыз. Отағымызбен Босқынға қосылып жатыр екен Ырысбек шабандозымыз. Үдей Серік ағамыздың Құмайдолла Бақпен баптаған мадам Сюзия. Күні кеше жайық жүйрігінде де жасындай жарқылдаған жүйрік. Бүгін Жосалда Бақыр Санама ағайын Алланың қолында және де халық қолдап тұрса, хақ қолдаса неге жамқасын тілектес солай жүлде елдер алғанға жақсы ғой. Қожағали Ырысбек, Ершат деген шамандоз шауып бара жатыр ағайын. Сакураның үстінде Ершат деген даңқты шамандоз. Екі ат қатар кетті. Қаймақтан балапанды қосыпты, балапан тайлар. Еламан басқа мәди шауып бара жатыр. Сомбала болдырдылар, қызыл көзді астан тосқан екен. Берекеден қуандықтардан сәукелері Әли, ана нұр. Жәңгеді былай тұр. Алағай тараладып, домбыраның қос жегіндей, қыранның қос қанаттай болып қапталдасып, екі жүйрік келе жатыр. Олардың көксегені айтып қойғайын, қаражат емес, дүние емес. Олардың шабысының сүйіншісі, сіздердің айтып қимылдарыңыз, сіздерге қадірменді ағайын. Шабандоз қамшысын басты, сіздерді аярып қалмаңыздар. Айқай жұрғайдар, жасалып! Зөр аттың бас! 14-ші номер! Үдей Серік ағамыз, мадам Сюзи Көзқара! Ай бәрекелді, мынау торының үстігінен қайсы 6-ші номер! Ғалымжан ағамыз, Жасмин, Қобдадан ағайын жүлде алыңдар бөлінген. Ал 3-ші болып кім келеді екен? Ағайын сіздерге қызық емес пе? Маған қызық мынау соңғы келе жатқан осы екі тайдың біреуі үштікті аяқтауы мүмкін қайсы келеді деп ойлайсыздар. Енді 6-шы мүмкіндігі зор сияқты. Ой бәрекелді қандай көңілі бар екен. 7-ші номер қошемет айдағай бұл жігіттің балапаны жайлы. 7-ші номер Шоқанов Мейрам Керекті Шалқар шабандозы Саян. Бәрекелді 10-ші номер 4-ші болып Ана шығып кетті. Ырысбек мінген Ботагөзі. Okey, ана шығып кетті, ұрып кетті, соны сайтшы. Мынау ағайын шабысын жаңа шығарды. Бәреге жетпей тұмайын деп жатыр ағайын. Жүндегенің бесе де қошеметі беріп қой көріп қой шабысшын ағайын. Ой бәрекелді 5-ші номер мінекей тұлпары енді ашылған екен. Құлағынан құлалаған мынау ағайын. Болашақта ұзақ қашықтық бағындыратын керемет бір жирен болған тұр екен. 5-ші номер Шалабаев Бейсентай ағамның Шыңғылау Ақсуаттан келген сарбазы. Ал енді қадірлі халайық. Өткен Айбергендіктің жақсы өлеңі бар ғой. Жүлдегелер жолған балуан қанады. Сол сияқты біздің
шаусымен көрінген. Мүмкін бірінші айналымға аяқтаған болар. Мүмкін алдылған болар. Немесе ортада келген болар. Бастысы шауысы ораса болды. Bir жүлдені тағайындаймыз деп жаңа бір аға келіп кеткен қадірмен ағайын. Жүйріктің бұла берсін болмайды ғой қанды бәрі. Шабу деген жүйріктердің дағдылары. Міне осылай қазақтар даласында сәйгүліктерді шаптырып сән қылады. Мықты тайға жабу жауып берем дейді. Камазист Серік ағам Тандыдағы деп қошемет көрсетіп қояды ағайын. Тандыдағы Камазист Серік ағам 5-ші нөмерге 10 мың теңге мен. бір тайға өзін жабу жабам деп жатыр ағайын. Мынау Ақшолақовтар әулеті әуелден ақ белдеуінде ат тұрған төрінде қонақ жатқан әулет. Сол әулеттің ұлы Рүстем Ақшолақов ағам жанымда тұр. Жаңа соңғы дәреже жанын салып, жау құйрығын желбіретіп, орын алсам да алмасам да шабу менің міндетім деп өзінің алла берген табиғи дарын ел алдында көрсеткен 5-ші номерлі тайға Рүстем Ақшолақов ағам үстіндегі шабандозға 10 мың теңге сыйақы тағайындаймын деп жатыр ағайын. 12 айға 8 теңгеден бөліп берем дейді. Жоқ, сразу берем. Ой, бәрекелді, тіке берем деп жатыр ағайын. Келсін, иіс. Бәрекелді, иіс келе қойсыз. Bizim бойынша 22 тұлпар тіркелді деген хабарымыз бар. Осындай дерек бере аламыз. Енді мүмкіндігінше сайысымыздың әділ, өзінің ережесіне сай өтуін ортамызда төрешілеріміз қадағалап жүр. Және Батыс Қазақстан облысындағы бәйге федерациясының өкілдері орталарыңызда федерацияның атқарушы директоры белгілі атбегі Айгерім Абдылмахатқызы Гумарова ханым, сонымен бірге бәйге федерациясының Сырым ауданындағы өкілі Аударыспақтан Қазақстан Республикасының спорт шебері Төлеби Қайыржанов ортада ат мініп жүр ардақты ағайын. Бүгінгі сайыстың обалы да сауабы да осылардың мойнында. Төреші болу оңай емес. Бірақ ағайын, шапқан аттың қайсысы алдымыздан өтеді. Даласының сәйгүліктерінен бөлек осы батыстың байтақ даласынан келген небір жүйріктер бар. Олардан бөлек мынау біздің қадірлі қоңсымыз, аппақ көршіміз Ақтөбенің өзі бір шоғыр жүйрігін әкеліп қосқан екен. Мынау көрші ауылдағы тойдың дүбіріне деген олардың да бір құрмет қошеметтер ғой, қадірмен халайық. Алардақты әлеумет аламанға 8 айналымға 24 шақырымға сынға түсетін жүйрік ол осал жүйрік емес. Ол әбден бапталған жүйрік. Десем шақырамыз ба? Әрине арасында біреуінің бағы келмеуі мүмкін, біреуінің бабы келмеуі мүмкін, бірақ қазақ айтады, кезі келмей кезеңі тумайды деп. Кезі келіп тұрса, ағайын күнделікті астарыңызда жүрген, мал қайтарып жүрген жылқының өзі де бәйгенің алдынан келмеуі мүмкін, бірақ ағайын еңбек деген бар, адал тер деген бар. Бапкерлердің адал тері ақталсын, шабандоздардың тақымдары берік болсын деген әдем тілек. Енді мына аламанға түсетін ағып өткеннен кейін кімді таныстырып үлгереміз? Адашып Артур мырза Абдумәлік деген шабандозына қондырып Ақмоншақ деген сәйгүлікті салып жатыр екен. Ақтөбе облысы Бесқопадан өзіміз жаңа айттық қой ағайын, Мырзағалиев Айбек бауырымыз осы тойға бір емес 2 жүйріктің басын біріктіріп алып келді деп, осы алқалап қолқалап Ақмоншақтың шабысын біздің Жосалының халқы көрсін деп әбекең алып келген екен осы жүйрікті. Төреғалиев Мүтәлі мырза Құралайды қосып жатыр. Мүтақан Арал төбенің тұрғыны, осы Сырым өңіріндегі атбегілердің ардагері Сұлтан шабайын деп жатыр. Нұрдәулет әулеті Айтұмарды тұмарлап қосып жатыр. Ақтөбе облысы шабандозы Нұрхат 1-ші номермен шабады. 2-ші номермен шабатына Абдырахманов Абаттың Пегас деген Ақсайдан келген жүйрігі Мансұр шабандозы. Пегастың есімі таныс, соған қарағанда осы жүлделі жүйріктің бірі болса керек, бәйгелі жерде жүрген болып тұр ғой. Номер 17-ші Хамидолла Еркебұланның Найза деген жүйрігі Мәди деген батыр шабады. Найза бүгін найзадай қадалама көреміз, Тайпақтан Есенсайдан келіп отыр. Ибашев Ермектің Талисман деген тұлпары
Шабандозы Мансұр бапкері Кемелхан ағамыз, Ақтөбе облысы. Кемелхан ағамыздың жүйріктері даңқты жүйріктер, шабысты жүйріктер, намысты жүйріктер. Кемелхан ағам баптаған күліктердің арасында автокөлік иеленгендері де бар. Осы күні кеше Ақсай қаласына қала күнінің құрметіне арнап өткен үлкен бәйгеде аппақ автокөлікті тақымдап кеткен сол Кемелхан ағам баптаған жүйріктің иелері болатын. Сондықтан Кемеханның жүйріктерінің бабы бүгінде келсін, біздің Қоңырдағы ағайынға тамаша шабыс көрсететін болсын деген ниетіміз бар. Байболатов Тимур мырза 18-ші номермен Шәмілді үстіне қондырып Нұрторы деген жүйрігін қосып жатыр. Қаратөбе ауданынан бапкері Нарын 18-ші номерде Байболатов, 16-ші номерде Ибашев Ермек мырзаның талисманын таныстырдық. Байырғалиев Сәбит мырза Көктұйғын Бұлдыртыдан бейбіт шабандозы. Бәрекелді. Бапкері Нарын екен. Қобдадан Ханшайым деген жүйрік келіп отыр. Бапкер Аманжол, үстінде Санжар Өмірғазиев Аманжолдың жүйрігі. Сатыбаев Бақытжан мырза Саятты үстіне қондырып Тарланды топқа қосып жатыр. Теректі Шалқар және Ботабек деген шабандозымыз Құлагөрмен шабайын деп жатыр. Бапкері Нұрай Ақшолақов Алтай ағам Жосалының намысын аламанда қорғайды. Жосалықтар бар ма мына жерде? Болса өздеріңіздің жүйріктеріңізге қиқулап қойыңыздар, қадірлі халайық. Жалпы ағайын алалау болмасын. Қай жүйріктің шабысын айт, соның барлығына қиқу беріп отырыңыздар. Ал енді әлі таныстыра жатамыз ағайын. Алдымызда 24 шақырым 8 айналым үлгіреміз. Мінекей ең бір елеулі сәт. Бәрекелді. Ал ардақты ағайын, аламанның тұсауын айқай қиқумен кесіп жібермейміз бе? Шабындар жүйріктер, ай бірегей. Сөреден ағылды. Мынау соңындағы 19-ші номердегі шабандоз. Өзінің тұлпарына шаң жұттырмайын, сәл шаң басылсын, қазір ағызып-ақ жетіп аламын ғой деген асқан сенімділікпенен қараның соңынан ілесті. Әттегеннен ақ мінекей қанды жүйріктер, бұлардың жылдамдықтарына сөз жоқ. Айналма жолды аман есен өтіп кең даңғылға шықты. Және мынау Жосалының даласы қандай әдемі, қандай тамаша. Көгілдір экраннан тамашалағандай көк аспанның астындағы бәйгені тамашалайтын боламыз. Қазір ағайын көзіміздің алдына алып келетін дөңес биіктер, шапқан жылқыларды. Мінекей қадірлі халайық, қалың шоғыр 3 бөлікке бөлінді. Алдыңғы топты бастап бара жатқан бір 5-6 жүйріктің қарасы көрініп отыр. Бірақ қазір ештеңе айту қиын. Дәл қазір ештеңені дәп басып айта алмаймыз, себебі алдымызда әлі 8 шақырымның біраз жолы бар. 8 айналма жолдың біраз белестері бар. 24 шақырым дедік. Жарты жарыс жолына жүйріктеріміз жаңа ғана жетті. Олар әлі қамшы салмайды, тізгінді босатпайды. Осы жай желіспен ақ біраз қашықтықты бағындырады. Қазақ айтады, шабысыпты желіспенен озат дейді. Ол да дұрыс шығар ағайын. Алқынып шапқаннан гөрі бір кезек желіп отырғанда жақсы. Үстіндегі шабандоз да шаршамайды, атта алқынбайды дегендей. Ал ендеше қадірлі халайық, той қуаныштарыңыз құтты болсын. Жаңа Бейбітжан ағамызды айттық, елге еңбегін сіңірген азамат деп. Неге тәтті болады? Өмір дәмі бітетін кезі бар ғой. Оның дағы Бейбітжан Жосалының баласы еді, даласына ұқсайды көңіл жаны. Күрес мектебін ашты ғой, Жосалда перзенттік парызын орындады. Бейбітжанның қолынан шыққан жоқ па кілең чемпиондардың шоғырлары? Ұстазына ұлы той жасап жатыр. Елі мен шәкірттері соңындағы жақсы адам ортамызда жоқ қой бүгін. Жақсының сезеді ғой жоғын бәрі. Ал ендеше той төбеге жиналыппыз. Бүгінгі той құтты болсын. Қоңырдағы Бейбітжандай батырдың құрметіне дұрыс қой қошеметтің соғылған деп қол соғып қояйық ағайын. Осындай арыстай азаматты берген Жосалға мың алғыс. Ал қадірлі халайық, сіздердің көздеріңіз жарыс жолында шығар. Біздің де көңіліміз сол жақта. Қазір жүрегіміз де жанымыз да сол жүйріктермен бірге шауып бара жатқан сияқты.
Ал қадірлі халайық, жаңа айттық, біздер 3 бөлікке бөлінді деп еді. Мінекей қайтадан топтасқан секілді. Осы бұрылыс деген нәрсе бәйгеде көп нәрсені шешеді, қадірлі халайық. Жалпы адамның тағдыры сияқты ғой бәйгенің жолы деген. Адам өзгеруден, бұрылыстан қорықпау керек. Мүмкін бұрылыс сізге озуға мүмкіндік беруі мүмкін. Мынау жүйріктеріміз, арғымақтарымыз қазір соны сіздерге көрсетеді. Жарыстың ішкі жолын бағып келе жатқан шабандоздар бұрылыстарда бұлт етіп топтың алдына шығып кетіп жатады. Бұл бәйгенің өзінің талабы, өзінің заңы. Ал қадірлі халайық, қатысушы үміткер тұлпарларымызды қазір таныстырып отырайық. Әрмен қарай Мүтейіп Серік ағамыз Сырым ауданы Көздіқарадан жаңа Құбайдолла ағамыз баптаған Айтөбелді аламанға кіргізіпті. Ибрахим шауып бара жатыр. Есқалиев Батыр ағамыз Ақсай қаласынан Сармат деген тамаша сәйгүлік топқа қосыпты. Өзі Сармат екен, баптаған бапкері Батыр екен. Шабандозының аты Ырысбек екен. Ендеше Сармат Ырысты құтты жүйрік болсын дейміз. Иманғазиев Қуаныш мырзаның Нұркен деген шабандозы ажармен шауып бара жатыр. Тайпақ, алағайы мінекей. Мына тұлпарлар әдейі халық күтіп отыр ғой. Бірімізді біріміз қалдырмайық, жетектесіп алдарынан өтейікші. Бір қиқудың өзіне көмілсек жетеді ғой деп армандайтын сияқты. Бәрі топталды. Енді оларға ештеңе керек емес. Тек айқай керек, қиқу керек, қошемет керек. Жосалының тойында шапқан жүйріктерді әлеумет айқай қиқумен қолдап қоймаймыз ба? Ессін сіздерді, екіленіп шапсын. Сіздердің айқай қиқуларыңыз бәйгенің де тағдырын шешіп жібереді. Шаршап келе жатқан ат тыңаят, болдырып келе жатқан атқа күш бітеді. Ол үшін ағайын қиқу керек, дүбірі керек. Айқай қайда қадірлі әлеумет? Ой бәрекел, топты бастап мінекей Қаратөбел бара жатыр екен. Мына дүбірді естіген құлақтан не арман бар? Ал номеріне көздерін жетті ме жігіттер? 10 ба? Ағайын айтып отырыңыздар, 10 ба? 10-шы номерменен шауып бара жатқан жүйрік Өтегенов Абзал Атбегіміздің Әли мінген көркем атты тұлпары Талдыбұлақ Сырым ауданы. Тамаша емес пе ағайын, өзіңнің тойыңның бәйгесін өзіңнің жүйрігің алып жатса. Бірінші айналым бітті. Мынау ағайын, сіздер де қазы боласыздар дедік қой. Айналманы мұқият санап отырыңыздар, дау болып кетпесін. Қазылар енді санайды ғой. Жарыс жолдарын әрине үстіндегі шабандоздар да, оларды баптап салған атбегілер де қазір үнсіз ғана іштен тынып тұр. Сол сияқты жанкүйерлер де енді өздерінің жүйріктерін іздеп іштей тынып тұрған шығар. Бірақ қадірлі халайық, алдарыңыздан ат өткен кезде тыныш тұруға тағы болмайтын сияқты ғой. Бәрекелді Рүстемжан, атаның кәсібі сағанда қонған екен. Көздіқарадан Алдамжарып Манас ағамыз, мынау ағайын кәнігі кәсіби атбегілердің бірі. Ершат үстінде бара жатыр деп жатыр. 2 Ершат болды біздің есептеуімізше. Мынау Сырым аудандағы Ершат болар, Таңжұлдызбен шапса. Өзінің сүйікті жүйрігі ғой. Көздіқара, Таңжұлдыз былтырғы жылы Көздіқарадағы бәйгеде таңда туған жұлдыздай болып жарқыраған. Қазақ айтады, жарқ ету оңай, жарқырау қиын дейді. Бүгін сол жарқырау Таңжұлдыздың қолынан тағы да келсе екен, маңдай жарқырап топ алдынан өтсе екен деген тілек бар. Ақшолақов Талғат ағамыздың атынан Әділбек шабандозымыз диплом торыны мініп шығыпты. Жанында өлет. Енді жосалы ғой, Тамдыдан да жүйрік бар екен. Тамдыдан адам жоқ сияқты нашайтын жерде. Бар ма? Ой, апым бар екен. Иә, бар екен ба? Ал апа, сол Тамдының жүйрік сізге аманат апа. Өзіңіз қарап тұрасыз ғой. Қалып қоймасын. Өтегенов Абзал бауырымыздың жаңа төбелі топ бастап бара жатыр. Қазір көреміз сол биігінде мекен Мұхтар Марат мырза Айсұлтан деген жүйрікті қосып Әділбек шауып бара жатыр. Бәйтерек Трёки Марат ағамыздың да қолы құтты. Талай жүйріктер жаратып жүлде алып жүр. Сондықтан Мәкеңнің де бүгін бір бағы жансын дейміз, жосалдан жүлде алып кетсін. Біздер ағайын ешкімдікін қызғанбаймыз ғой. Бекжарып Өтеу мырза
дайындаған қарабала Қазталыптан, Әжібайдан келіп отыр. Еркеш шауып бара жатыр. Ақжаны қырып Дархан баптаған Қарақұдық торы. Қарақұдықтан Дархан шауып бара жатыр. Баптаған Дархан екен. Бапкері Дархан екен. Шабандозда Дархан екен. Аты Қарақұдық торы екен. Дархан торы деп қойса да болады екен ағайын. Ал қадірлі халайық, сіздер күткен сәт келді. Мінекей құда күткен ауыл құсап елеңдеп жарыс жолына қарап тұрсыздар. Сіздерді сағынғандай үлкен алып ұшқан жүрекпен, сағынышпен, ынтамен, ықыласпен жүйріктердің шоғырды алдарыңызға келді. Келіскенді әлеумет өздері аңсап келе жатқан қиқуды, жүректері сағынып келе жатырған дүбірді бір беріп жібермедік пе? Жосалының тойының дүбірін біз емес пе шығаратын? Айқай қайда, қиқу қайда, әлеумет арғымақтар ағып келе жатыр. Желмен жарысып шауып келе жатыр. Өзінің жолдағы жарыстағы жолын тауып келе жатыр. Ай бәрекелді, елден қиқу естімесен ағып келе жатыр бұлар. Шап, шап, шап! Шап бауырым! Әлі тізгін тартылып тұр. Әлі қамшы қолға ұсталмаған сол 10-шы номердегі Абзал бауырымыздың жүйрігі әлі де топ басында. Бірақ қадірлі әлеумет, мінекей мына өңкей жирендер топталып екінші шоғырды алып алған екен. Осы соңғы лектің қарқыны қатты сияқты ма? Қалай өзі? Қатты ғой апа. Осы соңғы лектің қарқыны менің көңілімді кәдімгідей толтырып тұр. Енді әлеумет әзірге бірдеңе деп айту қиын, себебі осы соңғы келе жатқан лек бөлек ағайын. Жылқының жалын сипап көрген, сауырын қасық көрген қазақсыздар ғой баршаларыңызда. Бір жүйріктің ұнағаны болар деп отырмыз араларыңызда. Сол жүйріктеріңізге мүмкіндігінше жанкүйер болыңыздар. Әрине балуанның да күресі қызық, аттың шабысы одан да қызық дүние. Ал мынау екі жүйрікке тың айтып жіберетін бір күш болса, ол күш біздің айғайымыз ғой. Ой бәрекелді. Тамаша. О, қандай керемет көрініс. Бүгін күннің өзі бір мамыражай, мизам шуаққа шомылып тұрған жайдамыз. Мінекей дараланып топ бастады. Екі бірдей жүйрік. Бұлар әлі әліптің артын бақып келе жатыр. Біздер бірінші рет көріп тұрған менен олар бірін-бірі әбден жете танып алған. Шабандоз шабандозды, жүйрік жүйрікті. Бірі қамшы қағысынан, екіншісі бір-бірінің шабысынан білет. Жүйріктің тұяғы алға қарай ұмтылып келе жатқан менен көңілінің бәрі артындағы қарада, артындағы дыбыста, артын бақып келе жатыр. Мінекей жайменен аламан бәйгеміздің де шабысы бір деңгейге келіп түсті. Осылай ағайын мынау домбырадан төгілген керемет күй секілді жанды бауратып, жайменен көңілді тербетіп шабады ағайын бұлар. Жігіттің жаманы еріншек келет, аттың жаманы тебіншек келет дейді. Шегіншек келет дейді. Мына ағайын тебінгенменен шегініп тұрған жылқыны көрмедік. Мына жігіттің өз ағайын қалай болғанда да жүлдеге ілігем деп алқынып бара жатқан жоқ па? Мінекей тұлпар әлі тың сияқты, құлағы құламаған, тізгінін әлі босатпаған. Соған қарағанда өзінің бір есебі бар секілді. Шабысын мүмкін алдыңғы қараны, алдыңғы толқынды қуып жетіп те қалар. Кім білет? Қазір бұларға әлеумет соңғы айналымдарға тамам бір тыңнан, төтеннен күш қосылады. Қанат бітеді. Арғымақтар алдыңда ауырсын бар. Жүйріктерді шабыстан танырсың тұрған қазақтың қарасы көп. Ағылшынның, араптың арасында біздің жабылар қайда? Қазақтың жүйріктері не көрінбейді деп қазір әлеумет мынау бәйгенің талабы осылай кілең. Асыл тұқымды, қанды жүйрік салмаса жүлде ілігуде қиын болып кетті. Бұның бір әсері енді жүйрік ауылға көп келгенменен, екінші кері әсері өзіміздің қазақы жабаттардың бір дәурені аяқталып келе жатқандай болып көрінеді. Дегенменен осындай ауылдағы тойлар, ауылдың аттарына да үлкен мүмкіндік. Олардың да бағы жанып қалар.
Мынау жарыс жолынан шығып кетіп жатқан жүйріктер бар деген хабар келіп жатыр. Ең бастысы бала құламаса екен, ат сүрінбесе екен деген тілек бізде. Мынау біздің батыстағы күйлеріміз кілең ағайын ағылған, төгілген, дүрсілдеген күйлер ғой. Ырғақты. Мынау арқаның күйлері көңілді жайлантатын, жайла желісті күйлер болады. Сол арқаның күйіндей болып, арқаны тербеп қойып, мінекей жүйріктер тағы да келесі айналымына жолдама сұрағандай ниетпенен алдарыңыздан өтті. Ағайын, ұмытып қалмадық па бәйгеде тұрғанымызды? Ал қайсы тұлпар алдан келетін екен, көріңіздер, қараңыздар. Енді шабыстарын көрсете бастады бұлар. Ал 10-шы номерге оңай емес, топтың алдында жүру. Қолдап қойайық, сап батыр. Ай, ақты ғой, міне кетті. Айттым ғой ағайын, айқай шу шешет бәйгенің тағдырын деп. Міне, сіздердің айқайды естіді, қиқуды алды, қанаттанды. Жирендердің легі де алға қарай ұмтыла бастады. Айттық қой, әлеумет. Сіздерге байланысты бәрі. Сіздер қиқуласаңыздар, олар шабамыз деп тұр. Сондықтан көріңіздер, қазір алдарыңыздан халықтың қиқуын, қошеметін аңсап, билеп, ойқастап өтетін жүйріктері де бар. Ал аман есен бұрылыстан өкілді. Халықтың алдынан өткен кезде дорбадан шашылған дәндей болып, ағылып, төгіліп өтеді. Үлкен жарыс жолына шыққаннан кейін бұрылыстан аман өткесін тынықтырып алады, желге қарсы өз-өздерін. Олар барлық күшін жинап, қазір халықтың алдынан өткенде еңсемізді тіктеп, мойнымызды көтеріп, адал өтейік, халықтың қошеметіне адалынан ие болайық деп жатыр. Сондықтан қадірлі халайық, сіздер де алдарыңыздан өткен жүйріктер, олардың ішінде қонағы бар, елдің жүйрігі бар, қолдап қойыңыздар. Жеңіске деген жігер адамды көп биікке бастайды, асқар шыңға шығарады. Мынау қамшысын қағынып келе жатқан Ақбақай жүйріктің иесі, жүйріктің өзі де жеңіске деген жігерді талапты танытып келе жатқан жоқ па? Мінекей табан жоқ деген осындай болады. Алдымнан қара ұзап кетті, мен қалдым, болдым деп жатқан жоқ. Енді әлеумет біз бұл қолдап жіберсек болмай ма? Ой, бәрі, қамшыңды халыққа қарай көтеріп қойып жатыр. Осы жауыспен қоймайсың. Өзінің қорасында ат баптаған өз алдына осы елдегі тойда жүйрік шаппай қалама, тойға үлес қоспай қаламыз ба деп жаңа айттық. Мырзағалиев Айбек бауырымыз өзінің де тарланын топқа қосып қала берді. Таңдаулы жүйріктерді ауылға алып келіп, халықтың алдынан өткізіп жатыр екен. Әлекеңе ризамыз әлеумет ауылдастардың атынан. Ал жаңа айттық, екінші лектегі жирендер өңкей. Легі қатты, қарқыны өте керемет дедік. Сол қарқын сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен қуат алып жаңа көз алдыңызда жарыс бетінде. Сол жарысқан беттен әлі де топтың алдын бермей келе жатқан сияқты. Себебі біз екі шатты ғана көрмедік, топ бастаған енді мінекей бір-бірімен қоламсақтағы жебедей болып жиырылып жағаласа бастапты. Ал қадірлі төрешілер, ең басына айналма жолды 5-ші айналым барып жатқан мұнтұят зерделеп есепке алып отырыңыздар. Ал біздің халық арғымақтарды айқаймен қарсылауға дайындалып жатыр. Шапсын, бәрекелді, шап. Көркем жүрісінен танбап, айттым ғой әлеумет, сіздер қиқуласаңыздар шабыс күшейеді деп. Мінекей жиренменен біздің көркем 14-ші номер ма? 14-ші номер. 4-ші көріміз бе? Ал қадірлі халайық, жүйріктер 4-ші айналымда аяқтады деді, сол рас па? Дұрыс па? Қате кетіп жатқан жоқ па бізден? 5-шіге кетті дейді. Ай бәрекелді, қамшың қарыңа іліккен екен, сауырды сипалай бастаған екенсің. Жылқыңда сені түсінген сияқты. Шап енді! Жүрісіне риза болуда адамдықтың белгісі. Мінекей шабандозымыз өзінің жылқысының сырын түсініп,
болашақта бағындырар белесі бар ғой бүгінгі. Осыған ризамыз, айналайын жануарым, рахмет деп топтан шығарып жатыр. Ал жарыс жолына қарасақ, қырғын жарыс басталды, қадірлі халайық. Қырғын жарыс басталды. Аттың шапқанына шыдамай балалардың өз жарыс жолына жақындап бара жатыр. Жылықтап ақ кетпесін, қадірмен халайық, сақ болыңыздар. Манағыдай емес, шабандоздардың қолында қамшы, жылқылардың жанарларында жалын ойнай бастады. Енді олар тоқтату қиын. Шапқан атты, аққан суды тоқтататын күш Құдайдан басқа ешкімді жоқ. Бұларды қазір алдынан арқан кірсе де тоқтату мүмкін емес болып қалатын жағдайға жетіп келе жатырмыз. Мынау түйдек көтерілген шаң, ол Жосалының шаңы, ол Жосалының топырағы. Шаңның биікке көтерілгені өштің емес, бүгінгі тойдың дүбірі биікке көтеріліп жатыр. Ақтөбеден Арғымақ келді. Қала берді батыстың байтақ даласының ең бір таңдаулы бапкерлері, атсейістері өздерінің сәйгүліктерін Жосалдағы жұрттың алдына алып келіп жатыр. Мынандай тойды арнайлап барып емес, үйдің қасынан, ауылдың жанынан көрген Жосалдағы жұрттан не арман бар? Ұмытып қалмайық. Баяғыда Тұрмағанбет деген жүйрік керемет жыраудан сұрайтын көрінеді. Ал Түреке талай жүйрікті, талай бәйгені көрдіңіз ғой. Мынау шапқан аттардың қайсысы алдымен келеді деп. Сол кезде Тұрмағанбет айтты, білмеймін, енді келсе бәрі алдымен келетін шығар, артымен келген атты көрген жоқпын деп. Сол сияқты бәрі де алдымен келеді ағайын. Бірақ солардан кім өсіп шығады, Құдай біледі. Көрейік. Жосал дейсіз апа? Жосал деп жатыр. Ал әлеумет жаңа айтты қой, айналма жолды тауысты, кең даңғылға шықты. Енді шабады олар. Шаңға көмілген жүйріктерді енді қошеметпен жуындырып тазалап алмаймыз ба осындай жерде? Алдарыңыздан өте бастаған екен. Мінекей үш бірдей жүйрік қапталдасып құйрық түстесіп келе жатыр. Көркем жүрісінен жаңылмаған секілді. Жаңылмасын да Құдай тұяғына берсін. Ал қадірлі халайық, мұнандай шабысқа қошемет болмаса болмайды. Ай, шап, батыр, жібер! Мынау соңғы лек қандай керемет. Жігіттер, қамшыны басыңдар, көрсетіңдер қандай шабыс болатынын. Хамдыдан диплом торы Талғат ағамның атынан шауыпты. 14-ші нөмір. Өзіміз талас жүрген бұқтырмыз ғой. Және 4-ші нөмерде Құлагер Жосалдан Ақжолақов Алтай ағамыздың Арғымағы. Әділбек, Алтай өке, үшеуміздің атымыз бар пока. Өзіміз пока алда келдік. Сақ болыңдар, ей, сақ болыңдар. 5-ші нөмер. 5-ші нөмер. Кім? 5-ші нөмер кім? 5-ші нөмер шапқан тай кімдікі?